Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар, сіздермен бірге тарих пәнінің мұғалімі Ұзақбаева Жадыра. Маңғыстау ашық аспан астындағы музей. Ал Маңғыстау үстірті өзінің бірегей табиғатымен, көптеген діни нысандарымен ерекшеленетін тарихы 1000 жылдықтан бастау алған аймақ. Үстірттегі адам қолымен жасалған небір ғажайып тарихи ескерткіштердің сыры ғылымда әлі күнге дейін зерттелмеген құпия. Сол үстірт құпияларының бірі 1952 жылы Толстоп басқарған археологиялық этнографиялық экспедиция барысында ашылған ғылымда үстірт жебелері деген атпен танылған тылсым ескерткіштер. Осы құпия ескерткіштер туралы ғалымдар түрлі болжам айтуда. 20 ғасырдың 80-ші жылдары үстірт жебелері әлемдік деңгейде көптеген ғалымдар мен бұқаралық ақпарат құралдарының назарына ілікті. Тіпті образға берілген кейбір журналистер мен зерттеушілер бұл құрылыстарды өзге планеталықтар салған деген фантастикалық жорамал айтты. Ескерткіштер әдетте қарапайым көзге, автомобильдегі жолаушыға көрінбейді. Себебі үлкен объектілерді адам бойының биіктігінде көру мүмкін емес. Осылайша, сіз таяқ тастам жерде тарихы мыңдаған жылдарға созылған тамаша ескерткіштер бар екенін аңғармай кете бересіз. Бірқатар ғалымдардың айтуынша, бұл ескерткіштерді арнайы Google Earth бағдарламасы мен координаттарын қою арқылы көруге болады. Арал мен үстірт 1820 жылдарға дейін ғылым үшін құпия болып келді. Үстірт географиялық атауы алғаш рет Федор Берг басқарған әскери экспедициядан соң, сол экспедиция құрамында болған Эверсман жазбаларынан кейін орыстарға белгілі болып, әдебиетке енді дейді белгілі тарихшы Әбілқайыр Спан. Сол Берг басқарған әскери ғылыми экспедиция 1825 жылдың қысында Сарайшықтан шығып, Каспий теңізінің солтүстік-шығыс жағалауымен үстірт үстіне көтеріліп, одан Арал жағасына жетіп, жем сағызды көктей өтіп жүрген жолдарын картаға түсірді. Әртүрлі бағытта кешенді барлау жұмысын жүргізді. Осы экспедиция барысында Волховский мен Дюгамель құрастырған топографиялық журналда және осы экспедицияға қатысқан Эверсманның жазбаларында үстірт жебелері туралы деректер кездеседі. 2005 жылы Вече баспасынан Тайни веков сериясымен жарыққа шыққан Войцеховскийдің «Загадки древних святин» кітабында Коста-Риканың тас шарлары, Балбек құландылары, Стоухендж, Ұлы Қытай қорғаны, Сиан қаласындағы қыш әскер, Хеопс пирамидасы, Наска иероглифтермен бірге үстірттің жұмбақ жебелері жайлы да материалдар кездеседі. Миловский мен Ниязматовтың «Вокруг света» журналында ғасырлар садағынан атылған жебелер атты мақаласы да осы тақырыпқа қатысты біраз мәлімет береді. Сонымен қатар, Сауытбек Абдрахмановтың Егемен Қазақстан газетінде жарияланған мақаласында, Ақселеу Сейдімбековтің «Күмбір күмбездер» кітабында да үстірттің құпия сызықтары туралы деректер жазылған. Үстірт таңбалары туралы Ягодиннің «Стреловидение планировки Устюртя» еңбегінде, Репин интернет журналындағы «Загадочные стрели плато Устюрт» деп аталған мақалада мол деректер кездеседі. Өткен ғасырдың 80-ші жылдары бұқаралық ақпарат құралдарында бұл туралы айтылғанмен, үстіртте құпияға толы мұндай ескерткіштердің бар екенін бүгінде біреу білсе, біреу білмейді. Наска сызықтары ЮНЕСКО-ның мәдени мұралар тізіміне енген. Жыл сайын бұл суреттерді көру үшін Перуге мыңдаған турист ағылады. Сол Наска сызықтарына ұқсас 2500 жылдық тарихы бар үстірт жебелерінің құпиялары толық ашылған кезде, бұл жаңалық туған жердің тарихын түгендеуге қосылған сүбелі үлес болып, туристердің қызығушылығын арттырар еді.